мүгедектігі бар адамдардың арбаларын қалай таңдау жасаймыз. Сол туралы айтамыз. Ең бірінші біздер арба таңдамас бұрын біз өзіміздің көлемімізді, өлшемімізді аламыз. Себебі арба бізге ыңғайлы болу керек. Себебі бұл арбамен біз үй ішінде қолданамыз, сыртқа шығамыз. Сондықтан біздің арбамыз біздің өлшемімізге сай болу керек. Сондықтан оны біз қалай таңдаймыз? Қазір біз сіздерге көрсетіп жіберейік. Ең бірінші арбаның мына көріп тұрсыздар, сіздер арбадан бөлек тыс кушетка болсын, диван болсын, кровать болсын, сол жерге отырамыз. Отырғаннан кейін әр үйде міндетті түрде кітап бар, иә? Екі кітапты екі жаққа қоямыз. Сол екі кітаптың аралығын өлшейміз. Ол біздің арбамыздың ені болады. Екі кітапты қойып өлшегеннен кейін, ол біздің арбамыздың ені болады. Енін өлшеп болғаннан кейін біз арбамыздың тереңдігін өлшейміз. Тереңдігі бізде мына, мен қазір былай көрсетейін. Мына тізенің тұсынан біздің жамбасымыздың тұсына дейін барады. Бұл арбамыздың тереңдігі болады. Осы жерді өлшейміз, міне қанша болатынын. Одан кейін біз арбамыздың биіктігін өлшейміз. Арқамызды қаншалықты біз жарақат алған, травма алған адамдар қаншалықты өзінің белін қалай тіке ұстай алады. Сол мөлшерде кейбір адамдардың арбалары ұстайтын, бел ұстайтын жер мына жерден болуы мүмкін. Кейбіреулер үлкені одан да биіктеу ол. Соған қарап арбаның биіктігін өлшейміз біз. Одан кейін арбаның биіктігін өлшеп болғаннан кейін біз мына аяқ тұратын өзіміздің мына аралықты өлшейміз. Бұл да 45 градуста болу керек аяқтың қойылатын жері. Міне бұл кәдімгі біздің табанымыз нық басып тікесінен тұру керек. Не былай емес, не былай емес. Себебі біз арбаға өте ұзақ отырғаннан кейін бұның аяғымыздың нық тіке тұрғаны өте маңызды. Одан кейін мына арбада отырғанның жерде міне еденнен арбаның екі орталығын өлшейміз. Аламыз оны да ары қарай осылардың бәрін өлшеп болғаннан кейін міндетті түрде тапсырыс бергенде арбаның көрпешесі болу керек. Ол міндетті түрде көрпешесіз отыруға болмайды. Манағы біз көрсеткендей, сіз өзіңізге қолайлы арба таңдай аласыздар. Және де манағы әлеуметтік порталдан да, мысалға қазіргі әлеуметтік порталға кірсеңіз, арбалардың бүкіл размері бәрі жазылған болады. Соған сәйкес, егер сіз өзіңізді бір рет өлшеп алсаңыз, ары қарай сізге өте жеңіл болады да келесіде арба таңдауға.